Келесі сұрақтың түрі дәл сол сұрақ, бірақ та қараңыздар. Special question with to be. To be етістігімен көрсетемін. Білесіздер, иә, to be өзі жазылмайды. Ол бізде am, are, is деп өзгеріледі. Осындай сұрақтар келуі мүмкін. Яғни сөйлемде етістігі жоқ сұрақтар. Мысалға, what деген сөзді қайтадан алайық. Мысалы, мынау не деген сөзді алайық, иә? Мынау не? Міне, көріп тұрғандай, мына жерде бізде қимыл әрекет жоқ, иә? Бару, көру, жеу деген етістік жоқ. Ондай жағдайда біз не істейміз? Сұрақ кішкене өзгеше болады. Мынау деген сөз бізде this болады, так. Жоғарырақ жазайын, иә? Бізде екі сөйлем сүю керек мына жерге. This. Көріп тұрғанда етістік жоқ, мен мынаны тастап кетемін. Енді сұрақ туындайды. Мына жерде не қоямын? Сіздер бұл жерге do қоя алмайсыздар. Бағана алдыңғы сабақта біз жазған do немесе does қойылады, егер сөйлемде қимыл әрекет болса. А бізде ол жоқ қазір. Сол жерде, осындай жағдайда біздерге мынау am, are, is көмекке келеді. This деген сөз жекеше түрі, поэтому сұрақта is қоямыз. И сұрақ қалай болады сонда? What is this болады, иә? Мынау не? Давайте енді көпше түрінен қарастырайық. Мыналар не? Болмаса мыналар нелер? Көріп тұрғанда бұл сөйлемде тоже қимыл әрекет жоқ. Онда мен мынаны былай сызып қоямын. Мыналар деген сөз ағылшын тілінде this, екеуі бірдей оқылады. This. Тек қана мынау жекеше тұр, мына көпше тұр. Көпше түрінде әрине мына жерге не қоямыз? Are қоямыз. Сонда what are these? Мыналар не деген сұрақ. Мынау таблицаның ішінде мысалға who деген сөз жоқ екен, иә? Вопрос сыймай қалыпты просто. Кім деген вопрос бар, иә? Who? Кім? Енді мынау кім болса, әрине қалай болады? Who is this болады. Мыналар кімдер болса, who are this деп мынаны өзгерте саласыздар. Болды. Кеттік ары қарай where деген сұраққа не қояйық, иә? Сөйлем жасайық. Например, кітап қайда дейік. Where деген сөз бізде қайда деген сұрақ, иә? Кітап қайда? Сөйлемде қимыл әрекет бар ма? Жоқ. Мынаны минус қоямыз. Кітап деген сөз бір кітап болса a book деп жаза бересіздер. Енді кітап біреу жекеше түрінде әрине where is қоямыз. Where is a book? Болмаса where is the book деп те қойсаңыздар да болады, екеуі де дұрыс. Көпше түрінде көрсетейін. Например, оқушылар қайда? Оқушылар қайда деген сөзде бізде қимыл әрекет жоқ. Онда мынаны минус қоямыз. Оқушылар бізде pupils болады, иә? I'm sorry. Pupils s жалғауын қостық. Көпше түрінде біз не аламыз? Are аламыз. Сонда вопрос қалай болады? Where are pupils болады. Если определенный белгілі бір оқушылар болса, онда the артиклін қоса бересіздер. Сонда where are the pupils? Оқушылар қайда деп аударылады. Міне, байқап жатсыздар ма? Біз қазір не жазып жатырмыз? Сөйлемде қимыл әрекеті жоқ сұрақтарды аударып үйреніп жатырмыз. Ол кезде бізде не өзгерілді? Әрине көмекші етістік. Біз мұнда do does қойып жатқан жоқпыз. Міне, оқушылардың шатасатын тақырыбы осы. Келесі when қашан деген сөз. Давайте қазақша. Сенің туған күнің қашан? Сөйлемде қимыл әрекет жоқ, дұрыс па? Бару, көру, жеу деген сөздер жоқ қой. Яғни мынақа минус қоямыз мына жерге. Сенің деген сөз your, туған күнің birthday болады, birthday. Енді біз нені сұрап жатырмыз? Сені емес, туған күнді сұрап жатырмыз. Сондықтан ол жерге is қоямыз. Сонда when is your birthday болады. Сенің туған күнің қашан? Міне сұрақ. Келесі, например, не десек? Наурыз қашан дейікші, иә? Сөйлемде бізде қимыл әрекет жоқ. Сондықтан Наурыз жекеше түрінде, сондықтан when is болады. When is Наурыз? Наурыз қашан деген сөз. Қимыл әрекет жоқ. How деген сұрақ, бізде келесі сұрақ, ол қалай болатын? Мысалы, кино қалай деп сұрайық, иә? Фильм қалай? A film. Сөйлемде қимыл әрекет жоқ, сондықтан мына жерге is қоямыз. Сонда how is film болады. Болмаса, көпше түрін сұрайық, иә? Сенің ата-аналарың қалай дейік, иә? Сенің, your, ата-аналарды мұнда айдалаға әкеп жазбаймыз. Ол зат есім. Кім деген сұраққа жауап береді? Parents жазамыз. Parents, ата-аналар, міне көпше түрінде тұр. Сөйлемде қимыл әрекет жоқ.
біз мына сөзге қарап көпше түрінде болғандықтан are деген көмекші етістік қоямыз. Сонда how are your parents болады. Сенің ата-аналарың қалай? Келесі which деген сұрақ, ол бізде дословно қайсы немесе қайсысы деген мағынаны білдіреді. Например, сұрайық, қайсысы сенің сестраң, иә? Сенің деген сөз your, сестра будет sister, сөйлемде етістік жоқ, сестра бұл жекеше түрінде, поэтому is қоясыздар. Which is your sister? Which is your sister? Екі қыз тұрған болатын болса, қайсысы сенің әпкең деп сұрасақ болады, иә? Енді көпше түрінде бізде орын қалмады, көпше түрінде мұнда are болады. Келесі сұрақ бізде why, неге деген сұрақ, неге? Ну, давайте қандай сұрақ? Неге сен көңілсізсің деген сұрақты алайықшы. Қараңыздар. Неге сен көңілсізсің? Ағылшын тілінде мынау адамның көңіл күйін білдіретін сөздер всегда әрқашан түйбемен жүреді. Білесіздер, иә, мысалға, мен бақыттымын болатын болса, I am happy болады. Сен көңілсізсің, you are sad болады. Сен көңілсізсің, былай болады болымды түрі. You are sad. Енді біз осыған сұрақ қоя келген кезде are бізде сөйлемнің басына шығады. Сонда сен неге көңілсізсің болса, why are you sad деген сөз бізде қандай деген сұраққа жауап береді. Етістікке жазбаймыз, мұнда жазамыз. Сонда сұрақ why are you sad? Кім? Сен көңілсіз, сынесім, соңғы столбикке жазасыздар. You-дің алдында әрине are қоясыздар. Ну, например, сен неге бақыттысың болса, онда why are you happy? Болмаса, тағы бір вариант көрсетейін. Ол неге бақытты деп сұрайық. He-дің алдында әрине is қоясыздар. Happy деген сөз қандай деген сұраққа жауап береді. Ол етістік емес. Бұны тастап кетесіздер. Бақытты, happy мұнда жазасыздар, соңғы столбикке. Сонда сұрақ why is he happy? Ол неге бақытты деген сөз. Бұл сабақ сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Біз осымен енді сұрақтардың түрлерін аяқтадық. Негізі басқа да типтері бар. Біз оны болашақта тағы өтерміз. So, see ya!